Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, ағайын амансыздар ма? Достар, Аллаға шүкір барлығымыз мұсылманбыз. Бірақ мен қазір бір әңгіме өрбіткім келіп тұр. Келесі видеоны қараңыздаршы. Бұл Алматы қаласының орталық мешітінде болған жағдай. Жұма намазға келген жамағаттан өте алмай тұрған жедел жәрдем. Ол жедел жәрдемнің ішінде адам өлейін деп жатыр ма, адам ауырып жатыр ма, немесе ол жедел жәрдем бір срочный вызовқа асығып бара жатыр ма, біреудің жүрегі ұстап тоқтап қалайын деп жатыр ма, ол біздің жамағатқа өкінішке орай қызық болмай тұр. Жалпы негізі бұл оқиға ғана емес, негізі жұма намаз кезінде барлығымыз білеміз, көріп те жүрміз, я. Көліктерді қалай болса солай қойып тастайды. Ең бастысы намазға үлгеру керек. Ағайын, Аллаға шүкір, мен де мұсылманмын, мен де мешітке барып тұрам. Бірақ дей тұрғанмен дінде не деп айтылған? Сенің оқыған намазың басқаға кедергі келтірмеу керек деген. Жалпы алатын болсақ, мұсылман адамның ең басты қағидасы ол басқаға зиянын тигізбеу. Сондықтан құрметті қазақ елі, құрметті жамағат, бұндай әрекетті қояйық дегім келеді. Мешітке барған әр қадамың негізі сауап деп айтылады ғой, білмеймін рас па өтірік па ол жағы, я. Бірақ құрметті қазақ елі, білеміз ғой ол жерде мешітте жұмада қандай кептеліс болатын, адамның көп болатын. Сондықтан өтініш сіздерден, өтініш. Бұндай дүниеге жол беруді доғарайықшы.